мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, заңсыз қудалғандардың, азаматтардың құқығын қалпына келтіру жұмыстары Қазақстан тәуелсіздікті алғаннан кейін басталды. Яғни 1993 жылы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау заңы қабылданды. 1997 жылы Қазақстанның сол президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен 31 мамыр жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жариялады. Дереккөздер бойынша елімізде 1937-38 жылдары, яғни бас аяғы, бір жылдың ішінде 125 мың адам тоталикалық режимнің құрбаны болған екен. Солардың 22 мыңы өлім жазасына кесіліпті. Жалпы 1921 жыл мен 1954 жыл аралығында бұрынғы КСРО-дан 3.777 мың адам жазықсыз сотталып, оның 642 мыңы атылып. Дәл осы тұста Тұрар Рысқұлов, Әлихан Бөкейханов, Бейбіт Майлин, Мағжан Жұмабаев, Мауги Масаншы, Ильяс Жансүгіров, Тұрар Рысқұлов, Халил Досмағамбетов, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Жаһанша Досмағамбетов қатарлы қазақ зиялылары мен қоғам қайраткерлері, мәдениет қайраткерлері жазықсыз атылды. Сонымен қатар 31 мамыр ашаршылықта қаза тапқандарды еске алу күні. 1921-1933 жылдары қазақ даласы бір емес екі мәрте ашаршылыққа ұшырады. Бұл халқымыз үшін орны толмас нәубет әкелді. Әсіресе 1931-1933 жылдары ашаршылық 20 ғасырдағы адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған трагедия болды. Әрине, бірінші ашаршылық та сұмдық болды. Бірінші ашаршылық 1919 бен 1922 жылының аралығында болған. Осы жылдары аштық кезінде 1,5 миллион жуық адам шығын болды. Екінші аштық 2,5 миллион адамның өмірін жалмады. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, аудармашы, тарихшы, сазгер, философ. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылдың 11 шілдесінде Байқошқар өзенінің бойындағы Кеңбұлақ жерінде дүниеге келген. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысындағы Абай ауданында қарасты жер. Шәкәрім жарты ғасырдан астам шығармашылық өмірінде әдебиеттің барлық жанрында жемісті еңбек еткен қайраткер. Әдебиетті, тарихты, географияны, жаратылыстану ғылымын, физиканы, сөз өнерін, музыка өнерін оқыған. Ақыл құсы адаспай аспандаса, әлемде нәрсе болмас оған таса, жеті көк жерден оңай басқыш болып, ғарышқа қол жетеді қармаласа. Жанның бәрі мендей жар табар еді, терең ой сау ақылмен шамаласа, өлім маған өмірден 1000 есе артық, жарға құрбан қылуға жан жараса. Тозақ отын күл қылып сөндіремін, жаралы жүрегімнен қан тараса, зарды көрген көзімнен сүймек болып, ғажап па тамам ойға анталаса. Жаппай қуғын-сүргін салқыны да қазаққа оңай тиген жоқ. КСРО республикаларында репрессия 1928 жылдан басталды. Қазақ елінде алдымен алаш қайраткерлері тұтқындауда. Оларға ұтшыл деген айып тағылды. Салдарынан Әлихан Бөкейханов, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Санжар Асфендияров, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков және тағы басқа зиялылар ату жазасына кесілді. Ахмет Байтұрсынұлы 20 ғасырдың басында ұлт-азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, түркітанушы, публицист, педагог және де аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытбек ауылында дүниеге келген. Қырағы қия жазбасын қармай, қазмас қасыр жолдан тұлғармай, үйілген өлексені өрге сүйреп, шығармақ қырбасына іңкәріңай. Жарқырап жақсылықтың танытпай тұр, дүниерген төбемізде бұлтарылмай. Көгетті көнкелілік көніп қалған, шықса да шыдай беру жұт жарылмай. Кім біліп еренбегін сезіп жатыр, кім шыдап жолдастыққа төзіп жатыр. Сасық ми салқын жүрек санасыздар, амансыз ақ мылтысын езіп жатыр. Қазақстанның аса көркейетті
ағартушы, ақын, жазушы, қоғам қайраткері әрі жалынды көсемсөз шебері, әдебиеттің әртүрлі жанрына қалам тартқан қаламгер Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада Торғай өзенінің Сарықопа облысының бірінші ауылында дүниеге келді. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ, шын бақытқа жеткізетін жолдалақ. Ала шағың аз ба мына дүниеден, ола шағың емес пе еді зор ғажап. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ, сілкінші бір қанатыңды қомдап алып, ауырыңды арқалада алға бас, бауырыңмен не көрінді жорғалап. Мен қазақпын, сен қазақсың, ол қазақ, ер мінезбен өр рухқа болма жат. Ортасына жалғыз кіргенде орыс тілі шүбірлейді он қазақ. Жүсіпбек Аймауытов қазақ әдебиеті мен мәдениетінде ақын, прозаик, драматург, әнші, журналист, публицист, сазгер, ғалым, психолог, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі ретінде танылады. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауыт ауылында туып өсті. Қазағым қақтықпа, қамалма, ерболар қамыңды амалда. Кеттіктің атыптан шығып күн, салмалды, салжанды аянба. Мал баққан, жай жұтқан ел едік, бейнетті көп тартқан ер едік. Қаны жат, тілі жат, діні жат, жат елден таяқты жеп едік. Жатқа жем бай едік, кен едік, бағын жоқ биліктен кім едік. Партия сұрқия қымқиғаш, бас аман көпнідан сен едік.